Тұл махаббат. Бұлай болар деп кім ойлаған? Ойға алған шаруаларын қапсыз тындырып, бірнеше келісім шартқа қол қойып, енді қалған 2-3 күнде Шанхай қаласын армансыз аралармыз деп, арқаларын кеңге салған жігіттер 5 жұлдызды қонақ үйде шалқалап жатқанды. Аяқ астынан жетіп келген жеделхат ол жоспарды бұзып, кәсіпкер Бақтиярды естен тандыра жаздады. Қаралы хат қысқа жазылыпты. Тез елге қайтыңыз. Зайыбыңыз Гүлсім ойламаған жерден қайғылы қазаға ұшырады. Қайғыңызға ортақпын. Жерлеу алдағы сәрсенбіде, депті жеделхат жолдаған орынбасары Медеубай. Таңғы ұйқыдан әлі толық оянбаған Бақтияр басында ештеме түсінбей мәңгіріп қалды. Не дейді мына сұмдық хат? Осыдан бір апта бұрын бұлар елден аттанарда сап-сау жүрген Гүлсімге не болды екен? Айтпақшы, қайтыс болды демеген. Қазаға ұшырады деп жазған ғой. Демек көшеде көлік апатына тап болған. Сонда оны машина қағып кетті ме, әлде өз машинасымен бірдеме соғып қалды ма екен? Гүлсім жүріс-тұрысқа ұқыпты. Машинаны да жаңа айдап жүрген жоқ. Қалай килікті екен ондай апатқа? Ойлай берсең сұрақ көп. Бірақ оның бәріне жауап іздеп жатуға дәл қазір уақыт жоқ еді. Бүгін қалайда елге қайту керек. Дереу көрші бөлмеде жатқан көмекшісіне телефон соқты. Ерболат, маған тез келіп кетші. Не боп қалды бәке? Жайшылық па? Сұмдық, келген соң білесің. Көмекшісі әрі Қытай тілінде жетік тілмашы Ерболат та асып-сасып ішке кірді. Аға, не болды? Өңіңіз бұзылып кетіпті ғой. Бізге жедел түрде елге қайту керек. Анықтап білші, Шанхай үржімі Алматы бағытына ұшатын ең жақын рейс қай мезгілде болады екен? Мына жеделхатты көрсетіп, қайтар билетті соған ауыстыр. Бақтияр ұсынған жеделхатқа қарап жіберіп, көмекші жігіттің де өңі бозарып сала берді. Мәссаған, кеше ғана сап-сау жүрген Гүлсім апайдың қазаға ұшырағаны ма? Солай болғаны ғой. Қайғылы хабар жаңсақ жазылмайды. Көп ұзамай кеше бұлар келісім шартқа қол қойылған Шанхайдағы құрылыс материалдары бірлестігі мен үй жиһаздары фирмасының жауапты адамдары да келіп қалған. Олар бүгін қонақтарға қаланың көрікті жерлерін көрсетпекші болған. Мынандай қайғылы хабардан соң жоспар өзгеріп, олар да жолаушыларды аттандыру қамына кірісіп кетті. Алайда қанша күш салғанмен Бақтиярлар сол күні шалмады. Өйткені бұларға қажетті рейс келесі күнге белгіленген екен. Бір тәуірі Шанхайдан ұшатын самолет үржімде 1 сағаттай аялдап, сол күні кешке қарай Алматыға жеткізетін көрінеді. Бұған да шүкір, демеске амалың жоқ. Жер түбіне ұзап кеткен жолаушыны бір-ақ күнде өз еліне жеткізу қазіргідей техника заманында ғана жүзеге асатын нәрсе ғой. Обалы кәнекей. Кәсіпкер Бақтияр соңғы жылдары осындай алыс сапарларда аспан кемелерінің қызметін армансыз көріп жүр. Көптен бері бизнес саласында тұяғын тас қақпай түтіні түзу шуақ келе жатыр еді. Амал не? Кейде тағдырдың осылай ұзап еркелеп келіп, кенет алдыңнан арқан керетін кезі болады екен. Жаратушы не бұйырса да, қашанда адамның ниетіне қарап береді дейді ғой. Әлде мұның отбасына басқа қонған бақыты көтере алмай, кекірелеп күпірлікке ұшыраған біреу болды ма екен? Кім білсін? Бақтияр жол бойы осындай ауыр ойдан арылмады. Самолет салонында француз шарабы бар екен. Содан ара-тұра сыздықтаты сіміріп қойып, тербелген қиял теңізінде жүзді де отырды. Кеше оның қайғылы қазаны алғаш естігенде бұрқ етіп басқа шыққан сезімдері қазір өзгеше түс алған. Олай болатыны көмекшісі Ерболат кеше Алматымен сөйлесіпті. Өздерінің қай рейспен, қай мезгілде жететін хабарлаған. Сонымен бірге Гүлсімнің қандай жағдайда неден мерт болғанда сұрастырған көрінеді. Сонда ұққаны Гүлсім бұлар ойлағандай жол апатынан емес, ата-анасы тұратын биік үйдің 9-шы қабатынан құлап өліпті. Біреулер қастық қылды, не байқаусызда оқыстан болды дейтін емес, артына хат жазып қалдырған. Осыны естігенде Бақтиярдың сана сезімі асты-үстіне келіп аударылып түсті. Осыған дейін тұла бойын меңдеткен әйеліне деген қимастық, Гүлсімнің қатал тағдырына аяушылық, оның өліміне өзін кінәлі санау секілді сезімдер сап тыйылды да, оның орнына өзек өртеген өкініш, Гүлсімге деген өкпен ала, ашу-ыза басты. Сол сезімдер бірте-бірте ұлғайып, айықпас өштікке жек көруге айналып кетті ме? Қалай? Небәрі 35 жасында тірліктен бас тартып, өзіне қол жұмсау, артта қалып бара жатқан күйеуін, ата-анасын, туыстарын ойламау неткен қатыгездік, не деген өзімшілдік десейші. Қастық пен қысастық
кек қайтарып өш алудың ең жоғары түрі осындай ақ болар. Ойпыр-ой, осындай қаскөйлікке барып, өзінің өлімге қиятындай Гүлсімнің басына не күн туды екен? Ішкен алдында, ішпеген артында, не ішем, не кием демейді. Астында шетелдік машина, басында 3 қабатты сәнді сарай, қорада күзетші, ас үйде үй қызметшісі бар. Қазан ошақ маңына барып, тым құрса жылы суға қолында малмайды-ау. Бұнан артық не керек әйел адамға? Әлгі семіздікті қойғана көтереді деген рас шығар. Демек Гүлсімде басындағы бағын көтере алмады. Содан соң оның түбіне жеткен сол баяғы іштарлық, қызғаныш, төңірегіндегі дүние тек менікі болсын дейді. Бір аяқ асты, бір сабақ жіпті де ешкімнен бөліскісі келмейді. Басқа қонған бақты ұстап тұру үшін де біраз адамгершілік, ақыл парасат керек екен ғой. Гүлсімде міне сол жағы кеміс болды. Мамандығы қаржыгер еді. Ой өрісі есеп шоттан алысқа бармайды ғой. Сонда Бақтияр осындай әйелмен 15 жыл бойы қалай отасып келген? Әйел бойындағы сұлулық шығар көзді арбаған. Сұлулық көзін құрты. Албырт жастық одан арғын ойлатты ма? Сен, жігітім, бәрін бүгінгі күнмен өлшемей, өткен күнге де көз қырыңды салып қарай отыр деді. Қашанда бұған оппозиция жүретін бір ешкі дауыс. Осыдан 15 жыл бұрын көп жігіттің арасынан Гүлсім сұлуға қолың әрең жетпеп еді. Оны қалай ұмыта қалдың? Иә, рас айтады. Онда Бақтиярдың Алматыдағы Завет институтында оқып жүрген кезі. Қанша дегенмен кітапқа жастай бауыр басқан ауыл мұғалімнің баласы емес пе? Оқу үлгерімі жаман болған жоқ. Бірақ тұрмыс жағының байдың мырзалармен теңесе алмаушы еді. Жаздық каникулда құрылыс ретінде жұмыс істеп, киім-кешегін зорға бүтіндейтін. Оның төлеуіне табиғат бұған біраз қарымта сыйлар жасаған. Анасы марқұм аса сұлу әйел еді. Сірә, сол кісіден ауысқан болар. Бақтиярдың бет жүзі, еттері сұңғақ бой, сұлу келбет, бұйра шаш. Осылардың арқасында жиын тойда көзге түспей қалған жоқ. Ал Гүлсім қандай еді ол кезде? Аққудың көгілдіріндей тал бойында бір міні жоқ. Аппақ-ару, көрген көздің жауын алатын, әлгі романдарда көп жазыла беретін қыпша бел, қаз омырау, тана көз сұлудың өзі. Халық шаруашылығы институтының, ол кезде қазіргі университеттің бәрі институт деп аталатын, 3-ші курсында оқиды екен. Бақтияр Гүлсіммен сол институтта оқитын бір жерлесінің туған күнде танысып қалды. Сол кеште түннің бір уағына дейін билегені, Гүлсімді үйіне шығарып салған есінде. Әрине сол тұста ол қызға көз салушылар аз болмаса керек. Бірақ бұйрық шығар. Күн өткен сайын бұлардың жұлдыздары бір-біріне ыстық тарта берді. Бақтияр сол жылы оқу бітірген. Онда совет дәуірі колхоз-совхоздардың мұрты бүлінбеген. Қазақстан сол баяғысындай 50 миллион қой өсіріп жатқан кез. Мал мамандарының қаны жерге тимейді. Егер Бақтияр ауылға барса, кез келген совхозда бас зоотехник болып тіреп тұра қалатын сөзсіз еді. Осы Гүлсімнің бітпеген оқуына қарайлап, Алматыдан кеткісі келмеді. Көзден тайса болғаны Гүлсімнен айырылатын секілді. Ақыры конкурста жеңіп, аспирантураға оқуға түсті. Онысы бір есептен жаманда болған жоқ. Арада 3 жыл өткенде биология ғылымының кандидаты деген атақты қанжығасына байлап шыға келді. Осы қарсаңда Гүлсімге үйленіп те үлгерген. Қыздың ата-анасында, ағаларында Алматыны тіреп тұрған лауазымды кісілер екен. Жігіттің шыққан жерін қомсынса да, болашағынан үміт күттірер жас ғалымды кемсіте алған жоқ. Осыдан кейін-ақ көп ұзамай өзгерістер дәуірі басталып кетті емес пе? Заман ағымына ешкім қарсы тұра алған жоқ. Ең алдымен кеңестік империя келмеске кетті. Түбі шіріп, тамыры іріп тұрған неме екен. Ешкім бір тал оқ атпастан өзінен өзі омырыла құлады-ау. Сол-ақ мұң екен, совет өкіметінің артында қалған мол байлық хан талапайға түсті. Айналасы 3-4 жылда колхоз-совхоз тарап, қазақ жеріне симай жататын 4 түлік мал әп-сәтте қолды боп кетті. Мал кеткен соң, мал мамандарының да қажеті болмай қалған. Бақтиярлар амал жоқ, кәсіп өзгертуге тура келді. Сөйтсе, еш уақытта жұтқа ұшырамайтын өкіметтер ауысып жатса да, өз құнын ешқашан жоймайтын малдан басқа да байлық бар екен ғой. Оның аты қаржы. Кәсіпкерлік сауда деп аталады екен. Бір сөзбен бизнес дейтін көрінеді. Бақтияр енді осы бизнеске ат басын тіреді. Биліктегі қаржыгер қайнағаларының көмегімен ақшаның құнды көзіне банктен түп көтерме мол қарыз алған. Сол ақшаға бірнеше жерден сауда дүкенін ашты. Құрылыс материалдары дүкені, сантех, үй жиһаздар дүкені,
Қарзы дер кезінде қамтығаны қандай жақсы болған. Кейін ақша топыраққа айналып, 100 есе 1000 есе құнсызданған кезде банкке берешегін болымсыз тиын тебен күйінде төлей салды. Мұның бәрін іске асыруды қаржы маманы Гүлсім мен оның ағаларының қосқан үлесі аз емес әрине. Кейде қайын жұртының Бақтиярды адам қатарына қосқан біз деп бұлданатын бір себебі осы болатын. Сұлулық көздің құрты болғанда байлық көңіл құрты. Сол байлықтың соңына түсеміз деп жүріп, бұлар арада 10 шақты жылдан қалай өте шыққанын аңғармайда қалыпты. Өмір қызық, көңіл мас. Үйленуден кейін бал дәурен тым ұзаққа созылған. Не тілесең бәрі бар сияқты еді. Сөйтсе бұларды бірақ нәрсе жоқ екен. Оны да Бақтияр бертінде аңғарды. Тоба, бұларда бала жоқ екен ғой. Әлі күнге дейін нәресте сүймепті. Даңғарадай 3 қабатты коттеджде соқа бастары сорайып, екеуі ғана тұрады. Бәлкім бұл кемістікті Гүлсім де сезініп жүрген болар. Бірақ сырттай сыр бермейді. Сол баяғы тәкаппар, кербез қалпы. Тек соңғы кезде көп ешкімге араласпай тұйықтала берді. Қонаққа бармайды, үйге қонақ шақырмайды. Жалпы бала туралы, ұрпақ туралы әңгімеден қашады. Сөйте бұл үйде бала деген сөз тыйым салынған табуға айналған. Сөйтіп жүргенде қайын жұрты мен әйелінің ырқына бағынған Бақтияр бір күні аяқ астынан бөлінді. Бойындағы бабалар қаны, жігіттік жігер, мені еркектік намысы үндемей жатып, бірақ күнде көтеріліске шықты. Оның мәнісі былай болып еді. Әсілі Бақтияр баяғы жоңғарға қарсы соғыстың даңқты батырларының бірі, Көкжал барақтың 7-ші ұрпағы. Батыр бабасы қазақ қалмағы аралас 7 қатын алған екен. Бақтияр қалмақ әжелерінің бірінен тарайды. Осыдан 4-5 жыл бұрын Шығыс Қазақстанның Күршім ауданында сол барақтың 280 жылдық тойы болды. Барақ ұрпақтары оның ішінде көзге көрініп атқа мінген қалталы жігіттер түгел тізімде екен. Соларға 3 ай бұрын сауын айтылды. Солар той қарсаңында бас қосып, өз үлестерін атасқан. Мұндай берекеден қағыс қалу ұят. Бақтияр аламан жарыстың бас бәйгесіне деп бір су жаңа машина, джип машинасын атады. Той болатын қарсаңында машинасын алып қасына Гүлсімді ертіп, еңсесін тік ұстап салтанатпен барған. Той көңілдегідей жақсы өтті. Күршім өзенінің жағасында 50-60 үй тігілген. Үй басы жылқы жығылған. Дастархан аста төк, қазан ет, саба қымыз. Той ой мен қырдағы барақ әулеті түгел-ақ жиналған екен. Бақтияр бұрын көрмеген туыстармен қауышып мәре сәре болып жырғап қалды. Батырдың 7 әйелінен 30-дай ұл, 20-ға жуық қыз тараған екен. Қазір өрен жаранмен 1000-нан асып кетіпті. Өздері бір тайпа елдерсің. Көбі 7-8 ұрпақтар. Бірен саран 9 буында бар көрінеді. Және батырдың ұрпағы десе дегендей, жігіттер шетінен еңселі, екі иықтарына 2 кісі мінгендей зор екен. Бірнешеуіне сауыт кигізіп, қолдарына найза ұстатып, киіз үйлердің алдына тұрғызып қойыпты. Сол тойда көкірегін мақтаныш кернеген Бақтияр бабалардың даналығына қайран қалды. Соғыста шағын болған сарбаздың орын ұрпақпен толтырып отыр ғой. Ер қайратын ұрғашы құқығын тежемеген. Өзің айнала қарашы, керемет емес пе? Баяғыда жау қолынан бір барақ өлсе, бүгін 1000 барақ жүр осы тойда. Ондай адамды өлді бітті келмеске кетті деуге бола ма? Төніп тұрған ажалға пысқырмаған ғой барақтар. Тек мына туған жерді жауға бермей, сақтап қалуды ғана ойлаған. Жер болса ел жұртқа ұрпақ дегеннің жалғаса береді. Батырлардың ата жауына қарсы аянбай соғысқанда содан шығар. Ал бүгінгі Бақтиярдың жүрген жүрісі мынау. Бір балаға қолы жетпей, бір әйелдің ықпалынан шыға алмай. Осындай ойлармен ширыққан Бақтияр бір күні қасындағы Гүлсімге қарап, «Міне көрдің бе, менің батыр бабаларым қандай болған? Бір өзі 7 қатын алып, 40-50 бала сүйген», деді де масайраға мақтанышпен. Ол феодализм заманы ғой. Әйелді адам қатарына қоспай, ризалығын да сұрамай, үйірмен ала берген деді Гүлсім, күйеуінің сөзін атпай. Ендеше менің де сол феодализмге қайтқым келіп тұр, деді Бақтияр одан ары қырсыға сөйлеп. Сен де 7 қатын алмақсың ба? Несі бар? Қанша дегенмен батырдың ұрпағы емеспін бе? Сендерге де жаман емес. Кезектерің 7 күнде бір айналады. Гүлсім терісіне симай тырсылдап ыза боп қалды. Ашуланғанда пісте мұрны қусырылып тіпті суланып кетеді. Пішту, дәмесін қарай көр. Алдымен бір қатынды жарылқап алсайшы деп салды. Ашу үстінде алды-артын ойламай. Бұл сөз Бақтиярға сұмдық ауыр тиді. Бір қатынды жартпай жүрсің дегені
баласыздығын бетіне басқаны ғой. Ал осыған кім кінәлі? Әлі күнге дейін пұшпағын қанатпай жүрген Гүлсімнің өзі емес пе екен? Жартпай жүрген мен ба, деді әйеліне ажырая қарап. Бәлкім тесік қазан жыртық астауға тап болып, еңбегім еш кетіп жүрген мен шығармын. Айтылған сөз атылған оқ. Енді қайтарып ала алмайсың. Әйткенмен ашу үстінде айтылған сол сөз бітеу жараның аузын ашып кетіп еді. Тойдан көңілсіз қайтқан бұлар біразға дейін қас қабақтары жараспай, тоң торыстау күйде жүрді. Содан арада ай өтті ме жоқ па, бір күні Гүлсімнің өзі сөз шығарды. Бақтияр, сен перзент сүйе алмауыңды менен көретін сияқтысың. Бұған кінәлі мен бе, әлде сен бе? Оны ажырату қиын емес. Бүйтіп ішімдегіні тап деп, сызданып жүргенше давай осының басын ашып алайық. Бұл ұсынысқа Бақтияр қарсы болған жоқ. Осы мәселе өзінің де ойында бар еді. Тек жұмыстан қолы тимей жүрген. Гүлсім мұны әлдебір дәрігерге алып барды. Бұрыннан араласып жүрген таныс адам көрінеді. Осында екеуі қан тапсырды, анализ өткізді, ұрықтарын тексертті. Тым тез, тым бөгетсіз жылдам өтті осының бәрі. Айналасы бір аптаның ішінде қорытынды дайын болды. Не керек, нәтижеде Гүлсім сап-сау, баласыздыққа Бақтияр кінәлі болып шықты. Содан бері Гүлсімнің мерейі үстем, күйеуіне жоғардан мүсірки қарайтын болған. Кейде көңілі түскенде бұған аяушылық білдіріп, соған бола жасымашы жаным, өзің білесің, бала бағуға құлшынып тұрған мен жоқ қой. Маған сен аман болсаң жетеді. Мен үшін одан артық бақыт жоқ қой деп жұбатқан болады. Бақтияр әйелінің бұл сөзіне де, дәрігердің қорытындысына да сенген жоқ. Гүлсімнің таныс дәрігері тым жылпос, пысық адам екен. Ақтарған ісінде бір шикілік бар анық. Басқа бір дәрігерге қаралуға оқталса да, біразға дейін жұмыстан қолы тимей жүрген. Ақыры оның да сәті түстау. Іс сапармен Мәскеуге бір барғанда, сондағы орталық клиникалардың бірінде тексеруден өтті. Міне қызық, нәтиже мүлде басқаша. Сіз уайымдайтындай ештеңе таппадық мырза. Еркектік қуатыңызда мүлтік жоқ қой. Жай бала сүю бұлай тұрсын, мына қалпыңызда кез келген жас әйелге алтын алқа сыйлауға мүмкіндігіңіз бар, деді Бақтиярды құттықтаған профессор қорытынды қағазды қолына ұстатып тұрып. Сол сәттегі Бақтиярдың қуанышын сұрама. Бейне халықаралық үлкен бір сыйлыққа қол жеткізгендей, сол жолы Мәскеуден көңілді қайтты. Демек Гүлсімнің дәрігері мұны алдаған болды ғой. Мына заманда ақшаға сатылмайтын зат жоқ деуші еді. Сол сөз расқа шықты. Ал Гүлсім мұндай қиянатқа қалай барып жүр? Бақтиярды алда барбау, жолмен ұстап отырмақ па? Мәскеуден келісімен жаңа қорытындыны әйелінің алдына жайып салайын деп бір оқталды да, ол ойынан тез қайтты. Іштар әйелді одан ары өшіктіріп, күндестігін қоздырғысы келмеді. Өзінше күйеуімді оңдыртпай алдадым, ешқайда кетпейтіндей, мызғымас қазыққа байладым деп жүрген шығар. Әзірше солай жүре тұрсын, өзін өз алдап. Гүлсім жай күндері махаббат туралы, сүйу-кию жөнінде көп айтады. Сол Гүлсім өзінен басқа жан баласын жақсы көрем екен. Егер ол күйеуін шын жақсы көрсе, ең алдымен соны бақытты етуі керек қой. Ал Гүлсім басқаны былай қойғанда, күйеуіне перзентті болуды қимайды. Жалпы алдау арбау, бақай қулық араласқан жерде шын махаббат болуы мүмкін бе? Әйтсе де күйеуінің әр қадамын аңдыған айлакер әйел Бақтиярда бір өзгеріс барын сезді. Сен кейінгі кезде жайың жарасып, бір түрлі көңілді жүрсің ғой. Ненің қуанышы, деді. Бір күні мұның бетіне барлай көз салып. Бақтияр сыр берген жоқ. Бір қызға көзім түсіп жүр. Сірә тоқал алатын шығармын, деді, ежелгі қалжыңына басып. Не дейді-ау? Шамаң жете ме? Ал, шама жетпей не көрініпті? 7 қатын алған батырдың ұрпағымыз. Бұл сөздерді Бақтияр жай ерігіп отырып, Гүлсімнің жынына тию үшін айта салған. Бірақ осы сөзді аузына Құдай салған екен. Көп ұзамай адасқан ұшырасты мұның тағдыр талайына. Бұл іздеген жоқ. Қыздың өзі іздеп тапты. Бір күні түстен кейін кеңседе отырғанда хатшы қыз: «Бақтияр Көкбайұлы, бір бой жеткен сізге кіруге рұқсат сұрайды», деді. Даусына ойнақты бояу қосып. «Кірсін». Кешікпей есікті тықырсыз ашып, бір әдемі қыз кірді. Қол аяғы балғадай, сұңғақ бойлы, бәденді сұлу қыз. Бұрын бір көрген адам сияқты, бірақ қайдан көргені есінен шығып кетіпті. «Ағай, сіз мені ұмытып та қалған шығарсыз», деді. Бүйірдегі бос орындықтарының біріне ибамен жайғасып жатып. «Мен өткенде өзіңіздің денсаулығыңыз жайында анықтама алатын докторханада медбике болып істеймін. Атым адасқан. Атыңыз жақсы екен, бірақ өзіңіз адасып келмеген шығарсыз. Шаруаңызды айта беріңіз», деді Бақтияр. Бұл қызды қайда көргені есіне енді түсіп. «Ағай, кешіріңіз,
Мен содан бері ар-ұяттың қыспағында жүрмін. Сол бір алдамшы жалған анықтамаға лаборант ретінде менің де қол қойғаным бар еді. Соның шындығын айтып, сізден кешірім сұрамасам, ішкен асым бойыма тарайтын емес. Адасқан соны айтып, өзінің бастық дәрігері мен Бақтиярдың әйелі Гүлсімнің қалай тіл табысқанын, жалған құжаттың қалай жасалғанын бастан аяқ баяндап берді. Мұны сол кезде неге айтпадыңыз, деді Бақтияр, қыздың сұлу жүзіне сүзіле қарап. Қорықтым, білесіз ғой, қазір қызмет табу оңай емес. Артынан ойға салып көрсем, оның пендешілік екен. Қазір де сонда істейсіз бе? Сондамын. Сіз менің үстінен шағым айтпайтын шығарсыз. Бақтияр Мәскеуде тағы бір тексеруден өткен, адасқанға айтқан жоқ. Бұл жаңалықты бірінші рет естігендей шын қуанған қалып танытты. Қызға рахметін жаудырып, разы қошеметпен шығарып салды. Ақбейіл адасқанның тұратын мекен жайын, телефонын жазып алмағанына қатты өкініп жүрген. Бірақ бұйрықты қойсайшы, ойда жоқта адасқанмен тағы ұшырасып қалды. Шілденің шіліңгір ыстық күні Бақтияр жұмыстан ертерек шығып, кептелген машина ағынымен баяу жылжып келе жатқан. Кенет көше жиегінде көлік ұстамақ болып әркімге қол көтеріп тұрған адасқанды көріп қалды. Үстінде көбелек гүлді жібек көйлек, етегі самал желмен бірге желбіреп, қыздың аппақ түзу аяқтарын айшықтай көрсетіп тұр. Бақтияр дәл қасына келіп тоқтай қалды. Қарындас, келіңіз, күймеңіз дайын деген Мерседестің алдыңғы есігін ашып. Асыққан адасқанның бұған қарауға да мұршасы болған жоқ. Малтабар шопырлардың бірі деп ойласа керек. Алдағы бос орынға лып етіп отыра қалған. Қасында кімнің отырған енді ғана байқады. Ой, ағай, сіз екенсіз ғой, деді. Күтпеген қуаныштан есі шығып. Қайдан келе жатырсыз, ағай? Қала кезіп қыз іздеп жүрмін. Қызық екен. Қандай қыз керек сізге? Маған қолма-қол күйеуге шығатын және басы бақырдай ұл тауып беретін қыз керек. Адасқан сыңғырлай күлді. Күлкісі мұндай әдемі болар ма? Еш қоспасы жоқ, мөлдір, таза күлкі. Осы қыз көнсе, ойланбастан үйленер едім деп ойлады Бақтияр. Өзі жасы 40-та, ал адасқан ұзаса 25-те болар. Жас айырмасы бәлендей бөгет болмас. Жұмыстан шыққан бетіңіз бе, деді Бақтияр басталған әңгімені үзгісі келмей. Жоқ, бүгін менің қолым бос. Бір құрбым перзентханада босанып жатыр еді. Соған кіріп шықтым. Не туыпты? Ұл бала, тұңғыштары ғой. Күйеуі қуаныштан жарылғалы жүр. Тамаша, иншалла, бүгін жолым болады екен, деді Бақтияр желпініп. Қой, онда кеттік. Қайда? Дүниеге келген сәбиді шомылдырмаймыз ба? Өзіңіз ұл тапқан әйелдің құрбысы екенсіз. Ырымдап отырмын. Осысыз әлгі мен іздеп жүрген қыз емессіз бе? Бұлар сол кешті Алмарасан аңғарындағы кафелердің бірінде өткізді. Басында әзілмен басталған әңгіме бірте-бірте шынға көшіп айырылмас уәдемен, антпен аяқталып еді. Адасқан қарапайым ауыл қыз екен. Көп балалы отбасынан шыққан. Анасы кілең қыз бала туа берген соң тағдырды адастырмақ болып мұның атын адасқан қойған екен. Артынан іле-шала ұл туыпты. Ата-анасы Ақжолтай деп адасқанды жақсы көреді екен. Арада 3 ай өткенде адасқанның ауыр аяқты екені мәлім болды. Бақтиярдың қуанышында шек жоқ. Құдайым көктен сұрағанды жерден берді деген осы. Әзірше бұл қуаныштарын ешкіммен бөліскен жоқ. Бір жағынан 15 жыл отасқан Гүлсімді де далаға тастағысы келмеді. Әйелі тілге көнсе, екі отбасын бөлек үйлерде қатар ұстағысы келеді. Оған адасқан байқұс көніп тұр. Мұндай бәтуаға Гүлсім көне ме екен? Мәселе сонда. Расында да Гүлсіммен тіл табысу оңайға соқпады. Гүлсімдер батыс ықпалында одан қала берсе кеңестік орыс тәрбиесінде өскен әйелдер ғой. Әсілі 70 жылға созылған кеңестік түзім кедейлер мен әйелдердің өкіметі болды емес пе? Еркек әйелдің меншігі, бағынышты құлы. Әйелінен ажырасқан еркек потребилеттен айырылып, қызметтен де жұрдай болып, күзеліп шыға беретін. Бұл жағдай әйел эгоизмнен шектен шарықтатып жіберді. Рас, әйел ол заманда қалыңмалсыз тегін еді, бірақ өмір бойы мойныңнан түспейтін. Гүлсім де оның туыстары да сол заманның өнімдері. Ұлттық дәстүр, салт сана олар үшін жат нәрсе. Әйтсе де Бақтияр бір күні алдағы жоспарын Гүлсімге шет жағалап жеткізді. Алыстан орақта келіп, бәйбіше, мен туралы дәрігердің қандай қорытынды шығарғанын білесің. Әйткенмен үмітсіз айтан дейді ғой. Соны іс жүзінде өзіміз бір сынап көрсек қайтеді деген. Жай сөз сырғас ретінде. Сонда қалай сынамақсың өзіңді, деді Гүлсім. Әлденеден секем алып. Тылсым табиғаттың жұмбағы көп қой. Мен бір әйелге барып көрсем деймін. Егер Құдай бірдеңе беріп жатса, сен екеуміздің арманымыз орындалмай ма?
Баланың біреуін сен, екіншісін ол бауырына салып, екеулерің екі үйді думандатып отырмайсыңдар ма? Ол қиялың бола қоймас дегенде, Гүлсімнің сілеусін көзі шыныдай шытынап кетті. Одан да әлде бір жас әйелге көңілім кетіп жүр демейсің бе? Иә, солай ақ болсын. Бірақ одан несіне қауіптенесің деді Бахтияр. Аузына ыңғайлы сөз түспей. Дәрігердің маған шығарған үкімін білесің. Менікі әншейін өз пешенемді сынап көру ғой баяғы. Только через мой труп деп өлген соң ғана деді Гүлсім, сазарған қалып қалш-қалш етіп. Сен алаяқ қатындардың ондай баламен кімнен табатын қайдан білдің? Әлде саған бәрібір ме? Тіпті баласыз тұра алмайтын болсаң жетімханадан асырап алмайсың ба? Сөйтіп қанша үйлеп жалынса да, әйелмен тіл табыса алмаған. Бірақ Гүлсімді мынандай сұмдыққа барады деп ойлаған жоқ. Ата-анасын, туыстарын араға салып, түбі көндіремін деген ниетте еді. Бірақ оған жеткізбеді ғой. Ақыры долы Гүлсімнің айтқаны келді. Бахтиярдың арманы ол өлген соң ғана жүзеге асатын болды. Ал осы Гүлсімді махаббат құрбандығы деп санауға болама деп ойлады Бахтияр, ұшақ үстінде терберіп келе жатып. Жоқ, мұндайды махаббат деп те, махаббаттың құрбандығы деп те атауға болмайды. Махаббат ешкімнен де ондай әділетсіз қатыгез құрбандықты талап етпейді. Әсілі махаббат өлімге емес, өмірге қызмет ету керек қой. Гүлсім ешқашанда Бахтиярды шын сүйген емес. Шын сүйсе бүйтіп ортақ бақыттан бас тартпас еді ғой. Бұған жай асыраушы қызметшім, құмар қандыратын құлым деп қарады ол. Оның ұғымындағы махаббат жеміс бермейтін тұл махаббат, бедеулер махаббаты. Жолда бір сағат ыржымде аялдаған алтлайнер Алматыға күн еңкегенде келіп қонды. Әуежайда бұларды Бахтиярдың орынбасары Медеубай бастаған 2-3 адам күтіп тұр екен. Амандасу көңіл айту рәсімі өтелген соң машиналарға бөліне жайғасып орталыққа бет түзеді. Жолда келе жатып естігені Гүлсімнің сүйегін ертең шығарады екен. Мұның өз үйінен емес, ата-анасының үйінен шығармақ. Олай болатыны Бахтиярдың өз үйінде қазір ешкім жоқ. Оның үстіне Гүлсім ата-анасы тұратын биік үйден құлаған ғой. Мәйітті тауып алысымен бірден сонда апарған екен. Сол беті төркінінде қала беріпті. Бахтияр бұл шешімді құптағанда қарсы да болған ештеңе айтпады. Бір есеппен Гүлсімнің соңғы сапарға өз төркіннен шыққанда дұрыс шығар. Өйткені ол өзінің бір кезде оң аяғымен аттаған ақ босағасын сыйлап, өз ажалымен өлген адам емес қой. Бұл үйді енді қайтып көрместей болып, қарғап сілеп хат жазып кетіпті. Бұлар алдымен тау бөктеріндегі Бахтиярдың өз үйіне соғып, жуынып, шайынып, киім ауыстырып, қайын жұртқа содан кейін ғана ат басын тіреді. Бұл үйде мұны сағынып отырған ешкім жоғын біледі. Міне бүгінде алдынан шығып, қайғысына ортақтасып көңіл айтқан бір пенде болсашы. Бұл өңкей қабағынан қар жауып, түйіліп қалған адамдар. Қайын атасы да, қайнағалары да Бахтиярды адам деп елеген жоқ. Бұған бәрі де қас дұшпанын көргендей сыздана жауға қарайды. Тақ бір қыздарын Бахтияр ұрып өлтірген секілді. Ал енесі бар уытын, ашу ызасын бойына жинап мұны күтіп отыр екен. Бахтиярды көрген бетте-ақ аттың басын қоя берді. Келдің бе 200-ді арам неме? Бұл босаған не бетіңмен аттап тұрсың? Басыңа қонған бақтың қадіріне жетпедің ау сен ақмақ. Есіктегі басыңды төрге шығарып, мәпелеп өсірген гүлімді қолыңа ұстатып едім. Соны қурай құрлы көрмей қуратып тындың ба ақыры? Құл құтырса құдықтат шады деп көтіңе қарамай тоқалап болыпсың. Ол шөп желкенің шермейіп алып, босанатын күнім тақау, байымның үйін дереу босат деп тепсінетін көрінеді. Мә сенбесең оқы менің қарашығымның не жазып кеткенін деп, бұл күнде 60-тың ішін мол аралап кеткен адуыны семіз кемпір алқынып барып тоқтады да, әлде бір қағазды мұның қолына ұстата салды. Гүлсімнің жазуын бірден таныды. Бір бетте 4-5 қана сөйлем. Ал Бахтияр, сенің боқташақ балаларың еркін өмір сүрсін деп, мен өз орнымды босаттым. Ондай өмір саған керек шығар. Маған қызық емес. Қашанда қарызым мойныңда, 2 қолым жағаңда. Әлде бір қатының сенің үйінде тайраңдап жүргенін көргенше өлгенім артық. Бақыл бол, Гүлсім деп қол қойыпты. Бахтияр жазулы қағазда енесіне ұстатты да есіктен шығып жүре берді. Дәл бұл жерде уәж айтып, сөз таластырудың орны жоқ. Ертеңіне Гүлсімнің жаназасына қатысты. Ел қатарлы Көктөбедегі зиратқа барып топырақ салды. Қайын жұрттың кезінде мол етіп қоршап алған әулеттік зираты бар екен. Гүлсім де солардың тобына қосылды. Өліктің артын күтуге Бахтиярды қатыстыратын ойлары жоқ. 7-40 деген рәсімдерді де ата-анасы өткізіп жатты. Ал адасқанды Бахтияр зират басынан қайтып келген соң-ақ іздеп тауып алған. Самал ықшам ауданында бір бөлмелі аядай ғана пәтер бар еді. Сонда екен,
2-3 күннің алдында декреттік демалысқа шығыпты. Іші өсіп, бет ажары таралып, жұқарып жүдеу тартқан. Болып жатқан оқиғадан толық болмаса да, ішінара хабардар. Гүлсімнің өлімін де естіп отыр екен. Айтысына қарағанда адасқан біреулер айтып жүргендей, Гүлсімді іздеп барып, мен Бақтиярдың ауыр аяқты әйелімін, үйді босат деп талап қоймаған. Керісінше, адасқанды Гүлсімнің өзі іздеп келген. Сөйтсе де Бақтиярдың соңына тыңш салып қойған. Гүлсім былтырдан бері оның әр қадамын зерттеп, біліп жүреді екен ғой. Енді тек адасқанның кімнен жүкті болғанын өз аузынан естуге келсе керек. Адасқан деген келіншек сен бе деді, келген бетте түсін суыта қалып. Иә, мен едім дейді Гүлсімді сырттай білетін адасқан еш қауіп ойламай. Байың бар ма? Мына көтеріп жүргенің кімнің баласы депті адасқанның шермеген ішін көрсетіп. Адасқан үндей алмай қалыпты. Бірден Бәленбайдың баласы деуге батыл жетпесе керек. Несін жасырасың? Бақтиярдың баласы емес пе дейді Гүлсім. Өз сұрағына өз жауап беріп. Бақтияр менің 15 жыл отасқан байым ғой. Оны білесің бе? Біреудің байын азғырып алуға қалай алмайсың? Адасқан не айтарын білмей сасқалақтап қалады да, бір кезде Бақтияр үйреткен сөзді айтады. Сіздерді көптен бері балаға зәру дейді ғой. Егер нәресте аман-есен дүниеге келсе, сізге тарту етсем деген ойым бар еді. Дейді Гүлсімнен әлде бір қауіп төнеме деген оймен ығына жығылып. Сол сәтте Гүлсімнің түрі тіпті қорқынышты болып кетті дейді. Қалшылдап дірілдеп жындана жаздапты. Содан соң керек емес деп шыңғыра айқайлапты. Маған ендігі жетпегені әлде бір қатының ойнастан туған баласын бағу еді. Жоғал балаңмен қоса көзіме көрінбей. Бақтиярдың есіл-дерті бала еді. Сол-ақ перзент сүйіп, мұратына жетсін. Гүлсім соны айтыпты да есікті тарс жауып тұра жөнеліпті. Адасқан араларында болған сол әңгімені еске алып ағыл-тегіл жылады. Қанша дегенмен аяғы ауырана ғой. Гүлсімнің қарғысына қалдым ба деп қорқады екен. Бақтияр білген ақылын айтып, адасқанды зорға жұбатты. Жазмыш деген сол, кейде адамның қолынан келмегенді жаратушы ием өзі-ақ оп-оңай реттей салады. Адам пендесі тойымсыз ғой. Дүние кең, бақытта, қуанышта жеткілікті. Тек адамдар соны бөлсе алмай, не бір-біріне қимай қор болады. Әйтпесе дүниеге келер бір ғана сәби қанша адамды қуанышқа кенелтер еді. Біреу өлмей біреуге күн жоқ дегенді атам қазақ тегін айтпаған болар. Арада бір ай өткенде Бақтияр әжептәуір той жасап, адасқанды үйіне кіргізіп алды. Содан соң тағы бір ай өткенде адасқан аман-есен босанып, басы бақырдай ұл тапты. Өмір жалғасып жатыр. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Қабдеш Жұмаділов.